Сәлем достар, сіздерге шаштараз бен мұсылман арасындағы оқиғаны айтқым келіп тұр. Сондықтан подписация кнопкасы мен лайк кнопкасын басуды ұмытпайық. Ал біз бастадық. Мұсылман әдеттегідей өзінің шашын алуға шаштаразға барады. Ал шаштараз болса оның шашын алып жатып бірақ сұрақ қояды. Мен негізі Құдайдың бар екеніне сенбеймін дейді. Мұсылман оған неге сенбейсің шаштараз деп сұрайды. Шаштараз болса айналада көптеген кедейлер мен қиыншылықтар бар. Егер Құдай шынымен бар болса, оған жол бермес еді ғой деп жауап береді. Сонда мұсылман, мен де онда шаштаразға сенбеймін дейді. Ал шаштараз түсінбестен, бұнымен сіз не айтқыңыз келеді деп сұрайды. Мұсылман шаштаразға, сіз сыртта ұзын, өсіп кеткен, жағымсыз шаштары бар адамдарды көресіз бе деп жауап береді. Шаштараз, әрине көремін дейді. Мұсылман, егер шынымен шаштараздар болса, адамдар мұндай өсіп кеткен және жағымсыз ұзын шаштармен жүрмес еді деп жауап береді. Шаштараз түсінбестен, біз өмірде бармыз ғой, өмір сүреміз, тек адамдар бізге келмейді дейді. Сол кезде мұсылман да оған, дұрыс, Құдай да бар, бірақ адамдар оның басшылығына құлшылық қылмайды, сондықтан біздің әлемде көптеген қиыншылықтар бар дейді. Сіз де соны ұғыңыз деп жауап береді. Ал шаштараз өкінгенін білдіріп, басын салбырап, оның шашын алып қоя береді. Бұл жерде түсінгеніміздей үлкен ғибрат жатыр. Осыны ұғып алайық деп осы видеоны тәмамдайық. Лайк басып кетіңіздер.